Сәлеметсіздер ме? Қазір Санжар аға қосылсын. Сосын эфирді бастаймыз. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Қазір Санжар аға кірсін, Санжар аға қосылсын, сосын эфирімізді бастаймыз. Кеш жарық барлықтарыңызға қазір Санжар аға кірсін. Сәлеметсіз бе, Санжар аға? Саламатсыз ба? Қалайсыз, қалыңыз қалай? Аман есенсіз ба? Жақсы, аман есен. Өздерің ауыл аймақ, ел жұрт көрші олаң, дос жаран, курстастарың, әкең, шекең, декандарың, зав кафедраларың. Аман есен. Алыстағы жақында құда жекжат, құдағи, құда бала, құдашалар түгел текс иман қуатында шаққылап жүріп жатсыңдар ма айналайын? Аман аға, сізді күтіп отырмыз, барлығымыз эфирде жиналып. Маған айтты, осында отбасы хрестоматиясына Түркістанның бір мықты қызы келді, анау мынауды менсінбейді. Бір 80-дер деңсеп тастаған аруанадай, кәдімгідей бір тұтас бір елдің анасы болатындай ақылы бар қыз деп мақтауын келтірді. Сосын қой ұялдық шығайық эфирге деп. Жоқ, енді аға, олай емес. Сізді енді отбасы хрестоматиясы парақшасынан көрмегеніңізге көп болды аға. Соңғы рет ораза уақытында шыққан сіз логотерапия кітабын талдап бастап. Сол сізге деген сізбен бірге сұхбат өткізушілердің конкуренциясын қыздырайық деп бізде қосылдық аға. Ал жақсы, істерің қайырлы болсын. Сен өзің мамандығың не берді? Бұған не қатысың бар бұл салаға? Бұл салаға қатысым бар деп айта алмаймын. Менің өзімнің мамандығым организатор, режиссер-организатор. Режиссер-организатор. Ал жақсы. Атың Балжан ба? Балнұр. Балнұр. Өте жақсы, керемет. Ал Балнұр, не дейсің? Жағы, нені білесің, оны айтпа, нені білгісі келеді, соны айт деген. Түсінікті ағай. Қазір бізде 83 адам болып тұр. Кішкене күтеміз бе ағай, или бастай береміз бе? Қалай? Мен білмеймін, мен қонақпын ғой. Қонақ қойдан жуас, қызыл балық берсең де жей береді деген. Жақсы аға, онда кішкене күте тұрайық. Сіздің бір қиссаңыз бар еді ғой, Дәуіт пайғамбардың қиссасын айтушы едіңіз ғой. Ол қиссаның бұл жерге қандай қатысы бар? Кішкене күте тұрайық дегенім ғой аға. Сізді көп күтті, көрермендеріміз, сізді тыңдармандарымыз көп күтті біздің парақшадан. Ренжіп жүрмесін дегенім ғой, енді олардың көңілдері үшін біз осы отбасынан өткізіп жатырмыз. Бізге айтты, Санжар аға, сіздердің парақшалардан көп болды өтпегелі деп. Солардың көңілдерін қимай сізді шақырдық бүгін. Жақсы. Сен өзің қай курста оқисың? 4-ші курста оқимын аға. Қазір мен мына кімді тақыр басып қуып жіберейін, Сен ес жап отыршы. Ар жағынан жап та, бірақ ес, бер жағынан емес. Ар жағынан жапсы. Түсінбей жатыр, есті ар жағынан жап дегенді. Берге. Қанша отырасың ба? Тез-тез ойыншықтарыңды алды, кетіп қалдым жерде. Адамдар жиналғанға дейін. Қазір мен мына ойыншықтарын шығарып берейін, атау мынау сақырлатып отыр. Жақсы аға. Жүр.
Қазір 1 минут күте тұрыңыздар, 1 минуттан кейін эфирді бастаймыз. Дәптерлеріңізді, блокноттарыңызды дайындап, түртіп алатын Санжар ағаның сөздерін. Қанша болдық? 131 болдық. 131. Бізде білесіз ғой аға, қазақта бүткіл ілім білімнің, құт берекенің бастауы дастарханнан деп үйретеді. Сол сізбен бірге бір дастархан басында отырғандай болайын деп, міне чай алып алдым өзіме. Иә, маған да сыйлап берген шайың өте жақсы екен. Ас болсын. Рахмет, рахмет. Ең басты көңіл ғой, сіздердің тараптарыңыздағы мына көңілдеріңіздегі атмосфера маған қарап эфирден өтіп жатыр да. Қанша болдық? 135 болдық аға. 140 болдық. Бастаймыз ба? Меніңше 140 нормально. 140 деген 140 деген өте жақсы. Жақсы, ендеше эфирді бастайық аға. Сұрақтарымызды сіздің Санжар аға, сіздер алғашқы сұрақтан бастайын. Сіздер логотерапия кітабын жазған кезде, оның ішіне адам трансцендентті және интенционалды тіршілік иесі деп жазғансыздар. Трансцендентті дегенді енді осы уақытқа дейін түсіндіріп келе жатсыздар, осы уақытқа дейін айтып келе жатсыз, ғайыппен байланыс деп. Ал интенционалды дегенді түсіндіріп бересіз бе аға? Жақсы. Адам интенционалды, яғни intentionality. Intentionнан шығарамыз ғой біз бұны, латынның. Яғни ниет ету. Бір нәрсеге бағыт бағдар алу. Я болмаса мақсат мұратын айқындау деген сөз. Енді бұл жерде басынан бастаймыз, түсінікті болу үшін. Мына адамды таныған кезінде, адамды зерттеген кезінде, адамды фокусқа алған кезде, адамның бойында айуанда жоқ, адамның өзіне ғана тән қандай қасиеттер бар, адам дегеніміз не? Адамды адам қылып тұрған түпкі болмысындағы рухани ядросы, көзге көрінбейтін нәрсесі, өзегі не? Деген сұрақты қойылады да, үнемі соған фокус жасайды, адамды зерттейтіндер. Енді соның ішінде бұған адамды адам қылып тұрған нәрсе не өзі? Адамның бойында қасиет, ең бастысы, ең аяулысы не деген кезінде, ең бірінші бұны назарға алып, соны кәдімгі рационалды жолмен, кәдімгі қазіргі академиялық ғылымның тәртібін қолдана отырып зерттеген адам, ол Аристотель деп айтылады. Аристотель яғни ойлана алатын, әлемді танитын, үстінде түгі жоқ, жаңағыдай тықыр маймыл деген сияқты, жануар деген сияқты таныған. Сөйтеді тағыны, мына адамның ақылына, әр нәрсені қаратсай, ойлансай сен, ақылыңа салсайшы, ақылға теріс келмесін, бәрі логиканың несіне түсетін болсын деп, мына адамның рационалды тарапына күш беріп отырады, акцент беріп отырады үнемі. Енді ол кезде олай болатын жөнінде бар, себебі Грецияда енді мифология қатты дамиды тағыны, мына адамдар мифологиялық таным күшейе берген кезінде бір құдайды шығарып кете береді. Енді онда мифологияны зерттейтін ғалымдар, онда адамның бір мұқтаждығы деп айтады. Яғни айуан миф ойлап таба алмайды, өсімдік миф ойлап таба алмайды. Адам ғана аңыз ертегі ойлап таба алады, және одан ешқашан құтылмайды. Ол есейіп кетсе де оған сене береді, және одан ол творчество жасап шығарады деп, оны бөлек зерттейді енді. Енді біз оған қазір соқпаймыз, енді мына жағына қарай кетеміз. Аристотельдің акцент қойған жағына. Енді бұл айналып өсіп жүріп дамып келеді тағына. Енді
адамның бойында қандай қасиет бар, адамды адам қылып тұрған не деген нәрсеге анау жан жақта қосыла береді енді. Ғылым дамыған сайын адамның бойында мынау бар, адамның бойында мынау бар деген әңгіме де көбейеді. Енді соның ішінде енді модерн дәуір дейді. Модерн дәуір деген Рене Декарттан басталатын жаңа кезең. Яғни нақты ғылымның эмпирикалық әдіске сүйенген. Яғни бір нәрсе құбылыс көрінсе, соны лабораторияға апарып зерттейді. Жан жақтан тексереді. Сосын логикамен ұстап алады. Математикалық есептерге, дәлдікке, таблицаға түсіреді. Егер сол математикалық есеп-қисапқа, статистикаға ілінсе, егер сол таблицаларға дәл түссе, лабораторияға барып зерттеген кезінде ол нәтиже беретін болса, соны ғана шындық деп алады дағыны. Қалған нәрселердің бәрін надандық, ескінің қалдығы, ырым-тыйым, мәнсіз мағынасы дейтін шығарып тастайды. Содан былай қарап, модерн кезінде ғылым күшейеді дағын, ұзын, оның артынан физика шығады, жаңа механика заңдарын ашады, одан кейін химия шығады, одан кейін биология шығады, сөйтіп кете береді. Содан 19 ғасырдың екінші жартысында 1870 жылдар ма, психология пайда болады 60 жылдар ма, кейін одан психоаналитика Фрейд шығады, Фройд деп айтайық енді. Орыстар Фрейд дейді, біз енді қазақтар Фройд дейміз. Енді осылай келе жатыр, адамның бойында анау бар деп отқан кезінде енді мына позитивизм дейді, жаңағы ғылымға қатты табынып кеткен, тек қана есеппен, қисаппен, эмпирикалық әдіспен көзге көрінетін нәрсеге ғана сенеміз дейтіндердің салмағы көбейеді да, олардың саны өсіп кетеді. Сөйтеді дағы олар мына діни сенімге сүйеніп, дүниені танып, дүниені бір философиялық жолмен танығысы келетін тарапты және философиямен ой толғайтын адамдарды шабуыл жасай бастайды. Яғни сендердің философия деп жүргендерің, дін деп отырғандарының бәрі нақты нәрсе емес. Бұл дәлелденбейді. Сендер бұл иллюзияны қойыңдар. Одан да ғылымға күш салыңдар, болды деп айтады. Бірақ үйтіп ана акцентті оған бере берейін десе, адамдар жайлап машинаға айналып бара жатыр. Енді оны мынадан-ақ көруге болады. Былайша айтқанда, қазір де біздің заманда ата-аналар балдарын алаттағыны физика, математика, английский күшті білсе, ол міндетті түрде табысқа жетеді, өмірін бақытты сүреді дейді дағы, сол жағына акцент қойып, қамап қойып, кәдімгідей ұзақ сағаттар бойы есеп-қисаптар шығарта береді. Сөйтіп физмат школға солай түсіреді балдарын. Бірақ сен шамадан тыс есеп-қисаппен айналысып кеткеннен кейін, адам есейгеннен кейін енді адамның социологиялық қырлары да шығады ғой енді. Елмен араласу керек, ағайын бар, туыс бар, өлім бар, жітім бар, торқалы той, топырақты өлім деген. Сондай жағдайларға келген кезінде, мына шамадан тыс есеп-қисапқа, рационализмге өтіп кеткен адам осындай социологиялық жақтарын елмен көңіл жібін ұстап отырып, адами қарым-қатынас жасай алмай қалады. Біреудің қайғысына қайғырмайды, қуанышына ортақтаспайды. Уақытында алады, үйтеді деген әңгімені көбейте береді олар. Сөйтеді дағына адамның социологиялық қыры. Яғни адам бір өзі өмір сүре алмайды, адам айуан емес, қарны тойса бордақы болып жата беретін. Ол айналасындағы адамдардың көңіл күйіне, олардың көзқарастарына тәуелді деп айтылады. Енді осылай келе жатқан кезінде, енді бұл сендердің діндерің де, басқаларың да, философияң да бәрі әшейін бір балтарня, бос сөз, бос әңгіме, барлық нәрсе математика болу керек, логика болу керек дей бергеннен кейін, жағы интенционалды жаратылыс деп отырғанды терминді алып шыққан ол Гуссерль. Гуссерльдің алып шығатын себебі, ол оның алдында солипсизм деген ауру болған. Солипсизм деген, оның алдында Кант бастайды, Кант тұраттағына адам ақиқатты субъективті түрде, жеке индивид, мына ғайып әлемнен кеп құйылған ақиқаттарды, яғни о дүниедегі болатын көзге көрінбейтін өлім, періште, құдай, тозақ, әділдік, махаббат деген сияқты дерексіз нәрселерді субъектив түрде таниды. Одан басқа күш жетпейді, оның 12 категориясы бар негізі деп айтып жатыр еді ғой. Содан солипсизм деген ауру шығып кетеді. Ол не? Ол әркім тұраттағыны, айтты ғой Кант, дүниені әркім субъектив таниды деп. Бұл менің субъективті көзқарасым, сен менің көзқарасымда шаруан болмасын дейді, әркім өзін ұра береді. Енді дастарханның басында өзің ойла сен, 10 адам отырсың, оны 10 тарапқа қарай тартса, оны 10 түрлі, мен дүниені осылай көріп тұрмын, мен субъект ретінде дүниені осылай бағалап тұрмын деп, оны 10 жаққа тарта берсе, болмаса бір семьяны ал,
10 адам барсың, оны 10 жаққа қарап тартатын болса, ана семьяның пашақ-пашағы шығып, берекесі кетіп шашылып қалады. Сондықтан ана бүкіл қоғам сондайға қалай кетіп қалады кәдімгідей. Адамдар біріге алмай қалады, ортақ бір нәрсе жоқ. Содан кейін тұрады тағыны, жаңағы Гуссерльдегі сол бастап жүрген. Мына Франклдың анау жаңағы адам сонымен қатар интенционалды деп отырғаны бағанағы Аристотельден бастадық қой біз енді адам деген не дегенде. Соның ішінде ойланатын, дүниені рационалды түрде ақылмен, логикамен танитын тіршілік иесі бір хайуанның бір түрі деп келе жатыр еді. Қосылып келіп тағыны жаңағы бір шетінен Фройдтар келіп тағыны жоқ, адамда үш нәрсе бар, ид, эго, суперэго деп ол мына жақтан бірдеңені айтып жатыр. Соны тұрды да Гуссерль келіп тағыны жоқ. Адам интенционалды қасиеті де бар. Яғни ол қаяқтан шығып отыр бұл әңгіме. Яғни адамның санасы бар емес пе мына тұрған, сол Құдайдың құтты күні адамның санасы бет алды лағып жүрмейді дейді. Яғни бір мақсатқа, бір мұратқа қарай үнемі бағытталып тұрады. Сен күніге азанда тұрған кезіңде мына санаң іске қосылып, ұйқыңнан тұрасында жуынып, шайынып, есің жинап алғаннан кейін сенің мына санаң міндетті түрде сол күнгі бір мақсатты, сол күнгі бір жоспарды, сол күнге қойылған бір мұратты ана объектіге ұстайды ана жерден. Объект фокусқа алады. Сөйтіп тағыны соған қарай кетеді. Ал айуандар, адамнан басқа бүкіл тіршілік иесі олай белгілі бір мақсат, мұрат деген нәрселерді алдын ала жоспарлай алмайды, және оған ұмтыла да алмайды. Сондықтан бұлар тұраттағыны енді өш жерден ұстайды. Адамның, сендер санасына қарасаңдаршы, адамның направленности, үнемі адамның санасы бос тұрмайды. Ол үнемі бұның ішіне бір нәрсе кіріп түсіп жатыр мынаның ішіне. Енді осы бір мақсатқа, бір мұратқа қарай кету керек деп айтады. Енді бұны не үшін айтып жатыр? Бұны айтып жатқан себебі барлық адам баласы, сен анау де, мынау де, Құдай бар де, жоқ де, мәселе ода емес дейді. Мәселе барлық адам баласы есін жиып, өзіне өзі келгеннен кейін өмірін бір тарапқа бағыттау керек болады. Мақсат, мұратын айқындау керек болады. Бұл барлық адамның басында бар нәрсе. Диплом алып, бір жерге жұмысқа тұрып, біраз тәжірибе жинағаннан кейін, енді бұл өмірімді қалай аяқтаймын? Қандай жолға саламын? Қалған бүкіл күшімді, қуатымды, талантымды, дарынымды қандай мақсаттың, мұраттың ізінде жұмсап тауысамын деген нәрсе барлық адамда бар. Соны Гуссерль ұстап алады, сөйтіп айтады, міне, қарасаңдаршы, адамның бойында барлық адамға тән ортақ бір қасиет бар. Ол бір нәрсеге, бір мұратқа ниет ету. Ниет, ең басты ниетте ой, ниеті тура болса дұрыс болыпты, әу бастан өзінің ниеті бұзық еді, ниетінен тапты, мұсылманның амалынан ниеті жоғары тұрады деген әңгімелердің бәрін шыға беретін себебі сол. Яғни адам деген не деген сұрақты біз қайттан қоятын болсақ, адам деген белгілі бір жасқа келгеннен кейін, я болмаса ақыл толған 15-16-тан бастап өмірін бір бағытқа саналы түрде ниеттеп бір жолға өзін өзі салатын тіршілік иесі саналы түрде деген сөз. Енді бұның Гуссерльдің жаңағы интенционалисті түсіндіргендегі айтып жатқан мынандай нәрсе. Барлық құбылыс, феномен адамды алаңдататын сұрақтар, адамның санасында пайда болатын бір құбылыстар, сұрақтар, ол адамның өзінің ішінде пайда болатындағыны адамдар соны білуге тырысқан кезінде өзінің ішінен, көңілінен бір құбылыс мазалап жатыр. Оны бір нәрсені іздейді, бір нәрсеге жеткісі келеді, бірақ соны таба алмай жатыр енді ана жерде. Енді ол тұрады Гуссерльдің интенционалист дегенде қолданып тұрған мынау. Яғни адамның әдетте, мына біздің қазіргі жіберетін, мына бізді көріп отырған адамдардың бәрінің жіберетін қателігі біреу-ақ. Яғни интенционалды түрде қойылған кезінде, мына санасын бағыттап жүрген кезінде, бір ниетке байлағанда, танымның стрелкасы тысқа қарап тұрады, далаға, сыртқа қарап тұрады. Яғни ол іздеген нәрсемді тыстан табам деп ойлайды, даладан табам деп ойлайды. Сүйеттағыны кішкентай кезінен бастап, бала кезінен әсіресе далаға құмар болатыны, қаңғыбас болатыны, қаңғып жүре беретіні содан шығады. Енді соның Гуссерль тұрады айтады, олай болмайды дейді. Деген кезде сендерді, адамды мазалап тұрған барлық сұрақ туғызып тұрған феномен деген құбылыс адамды мазалап жатыр.
яғни оның көңілінің түбінен бір сұрақ пайда болды. Ол оның көңілдің дариясының түбінде өзінің ішінде жатыр. Енді бұл тұрады тағын айтады, сендер интенционал түрде ниет еткен кезде табамын деген нәрсені өмірдегі, сұрақтың жауабын табам деген кезде бірденнен библиотекаға жүгірмеңдер, тысқа қарай жүгірмеңдер. Керісінше ана танымның сыртқа қарап тұрған стрелканы бұрда өзіңнің ішіне қарай қарап қой дейді. Сөйттағыны сол құбылысты ішіңнен бақыла, өзіңнен өзің отыр. Ана intention'ды, яғни направленностьті ішке қарай қойып қой дейді. Енді бұның қандай маңызы бар? Бұның маңызы мынада. Маған қазір жасы 35 пен 51-52-ның арасындағы адамдар, әсіресе әйел жолдастар көп хабарласады. Маған дейді, сенің әңгімені тыңдасақ, қиссаларын тыңдасақ, жанымыз жай тауып рахаттанып қалады. Бірақ мен әлі күнге дейін өзіме не керек екенін түсінбеймін дейді. Енді олардың әңгімесін тыңдасаң, міне интенциональность деген не? Сенің сұрағың жауап енді келді міне. Сол адамдар бір нәрсені игеру керек екен, бір нәрсені ұстап алу керек екен, бір нәрсеге қарап олар ниет ету керек екенін біледі, бірақ не нәрсе екенін білмейді дағыны далбасалап, көңіліндегі жауап табылмағанның кесірінен бұның жүйкесін шығартқан нәрселерді маған оңбаған іші тар бір абысының дуа жасады дейді. Бұл өте енді қарабайыр, шамадан тыс наданданып кеткен көзқарас. Сөйтіп тағыны палшы ма, құмалақшы ма, жұлдызшы ма, бақсы ма, балгер ма, бәріне бара береді. Тағыны іздегенге сұраған, готовый клиент келді, обязательно бүйтіп сұрайды олар. Үйіңізде, семьяңызда, араласатын ортаңызда сіздің өскеніңізді, өңгеніңізді, байығаныңызды көре алмайтын бір іші тар абысының бар ма деп сұрайды. Ол барлық үйде табылады, адам болғаннан кейін. Сен әулет болғаннан кейін, елмен, жұртпен араласқаннан кейін, я коллективте, я көршілеріңде, я ағайын туысқанның ішінде бір сен іші тар, мені көре алмайды деп ойлайтын сенің бір бақталасың болады. Сосын сен ана жобалап айтады, түрі мынандай ма деп, иә дейді. Болды, табылды дейді. Табылды. Сенің жолыңды байлаған. Сен бұлай барда бір қой алып кел. Сосын үйге келдағыны соймасаң құлағын тіл биттей қаншықса жетеді дейді. Сөйтіп тағыны сені сорады. Одан ол жазылмайды. Олай айтып жатыр маған енді жаңағылар. Мен дейді, мына Шымкенттің ар жақ, бер жағында мен бармаған бақсы, мен бармаған молда, мен бармаған дем салғыш қалмады дейді. Бара береді, көрдің ба? Интенциональность деген не деп сұрап жатсың сен? Міне интенциональность саған. Ана адамдар кетті, направленность. Енді қайқа направление алып жатыр олар? Олар қате направление алып жатыр. Ол молдаға барып жатыр, құмалақшыға барып жатыр, ана картақшыға барып жатыр. Бәрінің айтатыны бір-ақ нәрсе. Сізді біреу жолыңызды байлаған, мен жолыңызды ашып берем дейді. Сөйттен ұрына береді. Енді соны Гуссерлер, Виктор Франклдар келеді да айтады, тоқта, сенің болмысыңда, ана жаңағы, әулиенің бәрін жаңағы, ана ағана, ақтырына бір бәле, ойбай, ақсұңқар, аққұс, аққу деп кете бер олар тағы да, бітпейді. Солардың бәрі неден ұстап тұр сені? Сенің интенциональный қабілетіңнен ұстап тұр. Сенің сыртқа қарай тартылатыныңды, сенің бір нәрсеге іздеп шығатыныңды, ішіңдегі бір бостықты толтыру үшін бір киелі бір мекенді аңсайтыныңды олар біліп тұр психологиялық тұрғыда. Сол жерден күрт-жоққа іліп алады сені. Сөйтіп айтады, давай 50 мыңнан жинадан автобус толтырып кеттік, әулие аралаймыз, сөйлесіп береміз дейді. Дұрыс, шариғатта бар, әулиені аралайды, оған зиярат етеді, бірақ мұндай аферамен емес енді. Оны дені сау адам өзі құрметті үйінен шығады, барады, басына бараттағыны жаңа жәшікке 5-10 теңгесін тастайды, сосын Құран оқытады, сосын әулиелерге бағыштайды. Осы достардың шарафатына менің де бір өмір жолымды бір жеңіл қылғайсың. Осы жатқан әулиелердің жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқалы болсын деп әулиеге дұғасын бағыштайды. Кетеді, болды, біту керек ол сонымен. Онымен бітірмейді ғой бұлар. Сен ұстап алады да жібермейді ана жерден. Арғырап сені әкете береді. Енді бұны осындай феноменология дейді осының. Яғни сені мазалап тұрған, сенің мазаңды алып тұрған
нәрсе как раз таки сол интенционалды сенің қабілетің. Мына өмірді бағытта, өмірді дұрыс жолға бағытта, мына өмір қисық рельске түсіп кетті, қайтар сал деп сен ішіңнен түртпектеп жатыр. Қазір ол дәл сол нәрсе сенің де ішіңде бар. Міне отырсың қазір гүл-гүл жайнап, 4-ші курсты бітіресің, сенің де миыңда, көңіліңнің ішінде қайнап жатыр қазір. Бұрқ. Магистратураға түсейін ба, докторантура оқиын ба, жоқ сразу кино түсіріп біраз тәжірибе жинайын ба, мына жақтан ана поклонник кавалерлерің тұр жаңа, күйеуге түй деп күніге смс жазып жаңа өлдім күйдім сүйдім деп, олардың бәріне отказ беруің керек па, бермеуің керек па, шайқас жүріп жатыр сенің ішінде қазір. Көрдің, міне интенциональность деген сол. Енді осы нәрсені қалай шешеміз деген кезінде Гуссерль айтады. Бұны не дейді? Феноменологиялық редукция дейді. Яғни сенің көңіліңді мазалаған нәрселерді енді тыстан іздемейсің. Бақсыға да бармайсың, жұлдызшыға да бармайсың сен, молдаға да бармайсың, ешкімге бармайсың. Үйіңде тыныш отырасың, сөйтесің дағы өзіңді мазалаған нәрселерді, ойларды, жағы мені ата-бабамның әруағы мазалап жүр, мені бір жындар мазалап жүр, маса мен дуалап кетті деген сияқты далбасаның бәрін қояттағын өзін мазалаған сұрақтарды мынандай жақшаның ішіне алады. Соны феноменологиялық редукция дейді, ананы қысқартаны жерге. Сөйтеді дағыны сол өзінің өміріндегі қабылдаған шешімдерін, өзін мазалаған сұрақтарды өзі ешқандай ғылыми тәпсір, ешқандай ешкімнің ақыл кеңесін тыңдамайды. Өзімен өзі тып-тыныш отырады. Сол кезде анау тұнба дейді, ана асадка. Ана ойдың ішіндегі жыбырлап атқан психикалық нәрселердің бәрі тұнады ана жерге барып. Сосын бірнеше сағат ешқандай адаммен сөйлеспейді, тып-тыныш отырады, анау барады да тұнады. Енді оны феноменологиялық тұнба деп айтады енді. Содан кейін барып ол өзіне өзі айқын болады, сосын барып шығады. Сондықтан интенциональность деген мәселені шешу үшін, яғни бәріне дұрыс бағдар беру үшін, оны орта ғасырларда бертінге шейін, 20-шы ғасырдың басына шейін, дәруіштер, софылар оны жердің астына түсіп кетеді. Чилхана деген естіппең Түркістанда, Қилует деген естіппедің, сол интенциональность деген, сол жердің астына барып түсіп кетеді да, бетін жауып тастайды анан қап-қараңғы. Соның астында ана адам өзінің өмірін қай направлениеге салу керек, сол жерде шығады. Енді мына Виктор Франклдың осы интенциональностьқа қатысты. 2005 жылы оның әйелі Эленораның Венадағы квартирасына көршісіне ремонт жасайды, бір труба ауыстырады. Сол трубаны ауыстырып жатқан кезінде айтады, мына сіздің де стенаңыз тесу керек болып тұр, ана көршіңізге ремонт жасау үшін, мына шкафтарыңызды сәл жылжытпаңыз дейді ремонт жасайтындар. Соны Виктор Франклдың әйелі Эленора книжный шкафты жылжытқан кезінде артынан бір кітап табылады. Сон кітап табылса, Виктор Франклдың осы интенциональностьқа қатысты жазған ойлары шығады. Сол жерде қараса, адам интенционалды жаратылыс. Ол үнемі шөлдеп, бір нәрсені аңсайды да тұрады, бір жаққа қарап талпынады да тұрады, бір жаққа қарап жұлқынады да тұрады. Оның жұлқынып, талпынып, осы тапқысы келіп отқан нәрсе, ол Құдай дейді бұл. Тура солай жазып қойған. Яғни, мен шөлдеп отырмын қазір. Мен шөлдегенім шайдың бар екенін білдіреді. Міне шөлім қанды. Дәл сол сияқты. Ол адамдардың бәрі үйінде тұққа қарап осы талпынып, жұлқынып, қайта-қайта бір жаққа шығып, бір жерге барып зиярат еткісі келіп тұрса, оларды рухани шөл қысып жатыр, болды. Енді ол адамдар Құдай деген ұлы бір жаратылыс, Құдай деген ұлы ұғыммен өздері бет-бет келеді. Бет-бет келген кезінде ол жерде бір шындықтар табудың шарты бар. Шарты жаңағы Гуссерльдің қойып отырған. Яғни интенционалды мәселені дұрыс шешкің келсе, өзіңнің бойындағы интенционалды қабілетті құтқарып қалғың келсе, жақшаға алғаннан кейін оның көңіліңнің ішіндегі болып жатқан құбылыстарды дәл тауып, оның тілін тапқың келсе, оны тұнық көргің келсе, ешқандай ғылыми тәпсір бермейсің, ешқандай имамның тәпсірін тыңдамайсың, ешкімнің кітабын оқымайсың, өзіңмен өзің жекпе-жек қалуың керексің. Болды. Сол өзіңнен өзің қарап отырасың, ішіңе үңілесің,
ұзақ уақыт созерцание дейді. Ананы фокусқа алады дағыны ұзақ уақыт сол сұрақты айландырып, адам мынандай жан жаққа ойын бөлшектемей отырады. 1 сағат, 2 сағат отырады үндемей. Содан кейін бар сол ой тұрады дағыны феноменология өзін өзі ашады. Ана көңілдегі тұрған заттың бұрқ етіп сыры жұмбақ ашылып кетеді да, адам эврика деп шыңғырады сол кезде. Сөйтеді да шаттанып, билеп, мен өзімді өзім таптым, өзіме не керек екенін мен білемін деп жан жақтың бәріне телефон соғып, ойбай сұмдық болады ол кезде. Бұның бірінші сұрағым осымен біту керек деп ойлаймын. Рахмет аға, міндетті түрде жасап көру керек деген айтқан тәжірибеңізді. Жақсы аға, келесі сұраққа. Айта беріңіз аға. Жоқ, мен болдым, сіздің сұрағыңызды күтіп отырмын. Жақсы, келесі сұраққа көшсек онда аға. Зигмунд Фройд өзінің жазбаларында, өзінің кітаптарында мән мен құндылықты бір нәрсеге қарсылық ретінде пайда болған қорғаныс механизмі деп айтады. Яғни, бір ғалым архивта жұмыс дегенді жақсы көреді делік. Оған жұмысы оңай, бірақ жұмысы көңілсіз әрі жалақысы мардымсыз, ол рас енді. Ал достары перспективасы жоғары бизнеспен айналысып жүр. Мұндай жағдайда ғалымда ішінде комплекс пайда болады. Егер Зигмунд Фрейдтің сөзіне сенсек аға, онда жағдайда әлгі ғалым өзінің комплексін жеңу үшін өзінің кәсібіне құндылықпен мән дарытып отырған болады. Сіз қалай ойлайсыз аға, бұл тұжырым сонда ғалым шынымен де өзінің кәсібіне комплекстің әсерінен құндылықпен мән дарытып? Енді былай, бұл Балнұр бұл сұраққа жауап берудің қазір енді оны теорияға сүйенудің түкке де қажет жоқ уже. Себебі менің жасым 46-ға келді. Мен бұл нәрселерді өзімнің өмірімде сүріп өтіп кеткен адаммын. Яғни пережитый мною деген сияқты. Мен жас кезімде мысалға осында зікірмен шұғылдандым, суфизммен шұғылдандым, құндылық жинадым, қисса айттым. Сол уақытта менің замандастарым, менің жасы кіші жігіттер, менің курстастарым, құрдастарым, олар да мынандай карьера қуды, жартысы бизнес жасады. Енді анау сен жас кезіңде енді қалыптасып, ана заттар жинап өзің қызық нәрсені сүріп ізінде жүрген кезіңде міндетті түрде сен ол кедей боласың. Енді бірақ бұл жерде Балнұр бір нәрсені біліп алу керек. Жаңағы архивте отырып, мен шұғылданамын деген ғалым, сол өзінің айналысқан нәрсесін шынымен сүйе ма, сүймей ма гәп сода ғана. Егер ол сол ғылымды шынымен сүйіп, менің өмірімнің мәні осы, мен осы жаңалықты ашу үшін, мен архивтегі осы мәселені табу үшін дүниеге келгенмін, мен осы миссияны арқалап туғанмын десе, ода ол ешқандай комплексте болмайды, ештеңе де болмайды. Ол тек қана енді уақыттың таразы басының аууын ғана күтеді. Яғни таразының басы сен жасың 40-қа келгеннен кейін ғана барып ауады. Ал оған дейін, дұрыс, сен кедей кезіңде сені жаңа бай адамдар басынып сөйлейді, тойларына шақырмайды, өздерінше бір жағы бір байлардың ортасын құрап алып, біраз бір жағы қырға аулатып, қасқыратып, біраз балық аулап, біраз шырқайды. Бірақ мен енді ол нәрсені өтіп кеттім. Баяғы байлығымен мақтанатын жігіттердің қазір байлығымен мақтанатын шамасы қалған жоқ. Не үшін? Себебі бәрінің жасы 40-тан асқаннан кейін бұны кәдімгі орта жаста келіп соғатын anxiety, жан жақтан келіп қысқан кезінде қазір олардың ол балық аулауға да, қасқыр атуға да, саунаға барып гудит етіп пиво ішуге де шамалар қалған жоқ. Қазір бастары қатып, керісінше сол архивте отыратын достарын жағалап кетті. Мысалға, өмірде болған оқиға осы жерде тыңдап отыру да мүмкін. Мен мысалға бір Шымкенттің баласын білем. Архивте жұмыс істеді. Айлығы өте төмен болды. Оның қасындағы соны бірге жүрген жора жолдастары акиматта істеді, тағы шылқып байды. Енді арам ақша, қасына кошелек ұстады, тендерден жеді. Сөйтті дағына ол қазір біраз имение сатып алды. Ал анау архивте отырды. Енді кедей кезінде біраз қысылып мазасызданып жүрді енді. Бірақ енді мен де кедей болғаннан кейін екеуміздің әңгімеміз жақсы жарасады енді ол кезде. Бұл енді 2010-2011 жылдар енді. Ол кезде жасымыз 34-35-те, оның жасы 30-дар шамасында. Бірақ уақыт өте келе, оның жағы карьера жасаған тендерден жеген адамдардың соңына Финпол түседі Қазақстанда. Сол обязательно сенің артыңа ши жүгіртеді, тыныштық бермейді. Енді олардың мазасы қаша бастады қазір.
Керісінше мына архивте отырған жігіттің қазір күннен күнге, жылдан жылға оның абыройы асқақтап артып барады. Неге? Себебі ол архивте отырып әбден тәжірибе жинады дағыны, оның бір жүйе жасап, адамдардың сондай жоғалған ата-бабаларын, бай ата-бабаларын, кімнің қанша мал конфискеленді, кімнің атасы қай жерде атылды, соны тауып берілетін бір жүйе жасады бұл. Сөйтіп дүниенің бұрыш-бұрышына шашырап кеткен бай қазақтарда оны іздеп тауып, кәдімгідей өкіртіп ақша төлеп, ата-бабасының шежірелерін, архивтерді қаздыра бастады. Енді кәдімгідей официально жасайды. Сонымен қазір бұл архивте отырған баяғы тиын санап отырған жігіттердің бәрі қазір шылқып бай емес. Бірақ бір семьяны жерге қаратпай асырай алатын және үнемі батып кетпейтін жағдайға келіп алды. Қазір олардың маңдайы ашық, олар өздері, олар үшін өмірдің мәні не деген сұрақ оларды мазаламайды. Себебі менің миссиям осы архивте көміліп қалған мықты қазақтардың бәрін жарыққа шығару, оларды қайттан Қазақстан халқына таныту, менің маңдайыма жазылған тағдыр деп таниды. Ал баяғы өкіртіп ақша жеген, заңсыз бизнес жасап байыған жігіттердің бәрі күннен күнге батып бара жатыр қазір. Сондықтан Фройд атаң кейде атағы шалқып тұрған кезінде қызды-қызды өзіне көп алып қойған ғой. Егер Фройд атаң тірі болса қазір сол біздің архивте отырған жігіттерден келіп, зерлеп келіп кешірім сұрайтын еді. Просто өліп қалды да ол. Жақсы аға, келесі сұраққа көшсек. Аға, мән дегеніміз белгілі бір кәсіптерде ғана бола ма, әлде кез келген адам кез келген мән дарыта ала ма? Енді мынандай нәрсе. Мысалға, кез келген нәрсе, мән деген нәрсе, ол болмыс ретінде бұл әлемнің ішінде емес. Ол мән деген нәрсе бұл дүниенің ішінде жоқ. Ол ғайыпта, ол тәңірлік әлемде, ол Құдайдың дәргейінде ол. Ал оны сол жақтағы мәнді мына жаққа алып келіп дарыту, ол адамның шаруасы. Енді оны қалай түсіндірейін саған? Қара мына. Мысалға, мен мынадан бір қағаз жыртып аламын да, сөйтемін дағыны оған теңге деп ат беремін. Сөйтемін дағыны оған Назарбаевтың қолын қоямын, Нацбанктың бастығының қолын қоямын, ішіне водяной знак саламын. Сөйтемін дағыны бұл теңге деген ақша құны долларға шаққанда бәлем болады деймін. Яғни, тыңда міне, ғайыпта тұрған, бұл әлемнің тысында тұрған, трансцендентті әлемде тұрған ақша деген қағазға дарытсам, анау ақшаға айналады. Так, Енді. Дәл сол болмысты, ана ғайыпта тұрған. Американдықтар алып алады да, жасыл қағазға салады да, олар доллар дейді. Ол долларға айналып кетеді. Қара, бір мән екі жерден шықты. Ақша деген мән, ақша деген бір болмыс. Қазақстаннан теңге болып шықты, ол Америкадан доллар болып шықты. Россияға салсаң, ол рубль болып шығады. Түркияға салсаң, ол лира болып шығады. Өстіп, ол әр жерден өсіп кете береді. Енді сен ана теңгені алып Россияға барып басаң, болды, ол фантик, түкке жарамайды. Дәл сол сияқты рубльді Қазақстанға алып келсең, болды, ол кәмпиттің қағазы, ол дымға жарамайды. Бірақ жалпы жер шарында адамзаттың бәрінің болмысында, миында, санасында ақша деген бір болмыс тұр. Енді дәл сол сияқты кәсіп ол әр түрлі бола береді. Жағы біреу рубль, біреу доллар, біреу теңге болған сияқты кәсіп әр түрлі бола береді. Енді сол айналысып жатқан кәсібіңе ана ғайыптағы мәнді алып келіп өзің дарытасың. Мына кәсіпке мен мән дарытамын. Бұған бұл мынандай нәрсеге айналдырамын. Бұған мынандай құндылық шығарамын. Бұл кәсіп айналысып келіп табыс тапқан кезде түскен табысты мен аламда мынандай материалды құндылыққа, мынандай мәдени өнімге айналдырып жіберемін деп, оны айналдырып жіберсең, ол кәсіп берекелі болады да шыға келеді. Ал егер кәсіпті жасап, сосын ол табыс алып келіп, кіріс алып келіп, үстіне пайда түскен кезде, түскен пайдасын алып, путешествие жасап, қыдырып, қаңып, ішіп, жаратып жіберетін болсаң, сенің ана алдыңғы кәсібің мәнсіз болады тағын, ол банкротқа кетеді, нөл болады. Сондықтан ол мән деген нәрсе, ол бір болмыс ретінде ол ана жақта тұр.
Сондықтан да мына Шәкәрімнің айтатын себебі сол. Жаралыс басы қозғауға керек қолғабыс. Жанды мейлің бір мәнде, сол қуатпен болтаныс, әлемде сол мән жаратқан. Қозғалмаса көшпейді, көшпеген нәрсе өспейді, өспеген нәрсе өзгермес, түрден ол түрге түспейді, әлемді түрлеп таратқан дейді. Яғни осы әлемнің бәрін біресе ақшаға айландырып, біресе ана культураға айландырып, біресе діни феномен болып шығып, біресе табиғат болып шығып, бәрін гүлдендіріп бүйтіп, дүниені қызыл жасылға бояп, неше түрлі ары-бері қозғалыстың бәрін жасап тұрған өзі, бірақ түбінде бір логос деп гректер атаған. Енді қазақтар Шәкәрім атамыз оны мән деп аударып қойыпты, орыстар смысл дейді. Сондай бір сәуле, бір құдірет, бір күш тұр. Енді ол сәулені Алла тағаланың өзі емес, ол Алла тағала жаратқан бір субстанция, бір құдіретті бір сәуле деп айтады. Сол сәуленің жарығын сол әр жерден адамдар шығара келіп жүреді. Қаласаң сен кинорежиссермін дедің ме? Театр аға. Иә, театр. Міне ертең сен театрда не істейсің сен? Қоюшы режиссерсің ба? Иә. Или сценарист? Вот міне ертең сен де сол спектакльді қойған кезіңде, сол қойған жағы, сен де ана келген көрермендермен мына сахнадағы екеуінің арасында байланыс болу үшін сен ғайыптағы трансцендентті әлемдегі адамның ар ұятына дөп-бөдеп келетін, оның көңілінде мазалап тұрған объективті сұрақтардың жауабын бытшытын шығарып шашып жіберетін мәнді сен дарытасың. Сен ол жерге күшті ғайыптық әлемде егер сен жүрегің, миың қатыс дейтін талант болатын болсаң, егер жүрегі таза адам болатын болсаң, жаңа интенциональность, жаңағы сенің бағытталған направлениең сол мәнді ұстап алуға бағытталған болса, онда сенің қойған театрдағы спектакльдерің өртенеді, пожар болады ана жерде. Елдің бәрі билет таппай бір-бірін таптап кетер іздей. Ал егер сен ол ғайыптағы мәнді ұстап ала алмай, әшейін далбасалап ана жерде жаңағыдай калейдоскопизм, өзіңнің ішінде не бар, сол сезімдерді ана жерге ойната салатын болсаң, онда кешіріп қоярсыз, сіздің қойған спектакліңізге жан баласы бармайды, мектептің оқушыларын қинап әкеп отырғызып қоясың. Түсінікті аға. Жақсы аға, келесі сұраққа өтсек, аға, мән дегеніңіз жеке адамға ғана тән бола ма, немесе көпшілікке ортақ бола ма? Мысал ретінде, отбасы хрестоматиясындағы жұмысты алайық, сіздер отбасы хрестоматиясын командалық жұмыс деп айтасыздар. Мысалы, сол жердегі жұмысты, яғни отбасы хрестоматиясындағы жұмысты командаға ортақ, сол жердегі мәнді командаға ортақ деп аламыз ба, әлде жеке бір адамға ғана тиесілі деп аламыз ба? Бұл сұраққа жауап берді, Гуссерль де жауап берді, Франкл да жауап берді. Яғни, мән деген нәрсе өзі біреу-ақ, төбеде бір тұр, бір ғайыпта бір тұр, ақ сәуле болып тұр. Біз білмейміз, ол ақ па, ол сәуле ма, оның бәрін біз оның атын қойып отқан. Бізді бір ынтықтырып, бізді өзіне қарай магнит сияқты тартып, бізді өзіне бір ғашық қылдырып, мына дүниеге жұтылайық десек, жұтылуға мүмкіндік бермей, бір қызық бізді ғайыптан бір тартып тұр. Соны логос мән деп атадық. Ол өзінің ғайыптағы сипатында ол объективті, яғни барлық адамға ортақ. Енді отбасы хрестоматиясында жұмыс істейтін 7 жігіт, өзі жетеу ма, қанша өзі? 6 ма? Жетеуге жетпейді солардың саны. Сол жігіттердің әрқайсысы жетеуге жетпейді өзі, 4-5-ақ жүреді сол жерде өзі. Біреуімен мияқта болдым, Мұхит Пақыр Түркістанда қалды, сонымен әлі сол ағайынды алтау өтіп өлеулі жетеу болып дейді дегендей, сол жетеуден аспады ғой сол. Енді сол жігіттердің бәрі үшін объективті мән ол жерде не болуы мүмкін? Бұл отбасы хрестоматиясы әу баста концепциясын чоткий қылып қойған, тамаша қылып қойған, нық қылып қойған. Яғни біз бұл жерде қандай мән үшін жұмыс істейміз деген кезде большевиктерден кек аламыз, большевиктерден өш аламыз дегенге құрылған. Не ол? Яғни большевиктер 28 жылдан 53 жылға дейін, Сталин өлгенге дейін бүкіл қазақтың мына түп санасын толтырып тұрған, көкірегін толтырып тұрған қазақ жұртын трансцендентті әлеммен, тәңірлік әлеммен илахи байланыс жасайтын барлық илахи құндылықтарын жойып, өртеп, құртып, кітаптарын бәрін архивке лақтырып жойып жіберген. Енді біз осы жойылған құндылықтарды қайтадан тірілтіп, қайтадан қоғамға ұсынамыз. Сол кезде қазақтардың өшіп қалған санасындағы әбден өлуге айналған илахи символдың бәрі қайтадан су келген
жаңбыр жауған тақыр дала сияқты қайтадан көгеріп тіріліп шығады ана жерден. Енді осы идеяға, осы мәнге қызыға ма адам, қызықпай ма? Енді оған мұхит қызықты, мына қызық екен деді. Мен осы дүние қумай-ақ қояйықшы, кедей болсақ болар. Осы сөз жаттап ал айтпақшы, профессиональная нищета дейді оны. Яғни ақша тауып бай болып кетуге мүмкіндігің болып тұрса да, өзің саналы түрде кедейшілік мақамына түсіріп, бір мәнді мағыналы өмірге өзіңді интенциональностьқа салып кеп жіберу. Енді бұл балдардың бәрі өз еркімен болу керек. Яғни осы жерде субъективизм кетеді. Яғни жаңағы қоғамды құндылықпен гүл жайнатамыз, ағартушылықпен айналсамыз, әбден қарайып, әбден тұқсаналар солып кеткен қазақ жұртына большевиктер жоған құндылықтарды қайтарамыз деген мәнге субъектілер жеке-жеке кіреді. Ол жерде барлық адам шынымен де уже оны незаменимый дейді. Яғни біреуді біреу уже ауыстыра алмай қалады, субъектив түрде кетеді. Мысалға, менде нюх бар, иіс. Мен қай жерден қалай қазу керек, қай қиссам қай жерде суыру керек екенін сезіп тұрамын мысалға. Бірақ мен редактор емеспін. Мен Айбек сияқты редакция жасай алмаймын. Мен оған тәуелдімін. Міне команда деген жұмыс қайдан шығады. Екеуміз бір мақсатта кетіп бара жатырмық, ба субъективті жолмен кетіп бара жатырмық. Енді мұхит команданың мүшесі. Ол телегей теңіз архив адам, ходящий, оны кітапхана деп атайды. Жүретін оны ходящий энциклопедия, оны Google дейді мысалға. Бір нәрсені жазып, даже менің 2008-2009 жылдар Үшқиян деген газетке жазып тастаған мақалаларым жоғалып кеткен, мен білмеймін қайда жүргенін. Соның бәрі мұхиттың я өзінің миынан шығады, я болмаса оның хард дискісінен шығады. Ол сондай бітпейтін қазына анық. Кез келген сәтте тоқтап қалып, жандандыратын қандай дерек табуға бойынша деген ғалымның Түгенбай деген жазушының бәленбай жыл шыққан кітабының бәленбай бетінің Түгенбайынша абзасында деп жауап береді. Енді кім оны замен жасайды? Айтшы. Мұхитты біреу алмастыра ма, сол субъектіні алмастырамайды, болды, бітті, сен мұхитқа тәуелсіз. Одан да қызығын айтайын саған. Ана отбасы хрестоматиясының енді осы ортақ ағарту деген, құндылықты қайтару деген идеясына бәрі жұмылып тұр. Бірақ жұмыс жүрмейді. Не үшін? Себебі дизайнер жоқ, верстка жасайтын. Оралдағы ана Арман деген жігіт танисың ба? Білемін, аға, танисың. Сол Арман деген жігіт міне интенциональность бағанағы. Ол да өзінің өмірін бір жаққа бағыттау керек екенін сезеді, бірақ қаяққа бағыттау керек екенін білмейді. Ол Оралда жүреді, жұмыс істейді, ақша табады, ол былай түкірігі жерге түспейтін маман негізінде. Бірақ өзінен өзі ойланады, оны ешкім шақырған жоқ, оған ешкім ештеңе уәде берген жоқ. Ни с того, ни с сего, бір күні ол Арман орнынан тұрады да, әйел бала шағасына айтпайды, өтірік мен Алматыдан шығамын, жұмыста алып шақырып жатыр деп, әйелін алды. Оларға аштан өлмейтін ақша беріп, Алматыға қашып кеткен. Сөйтіп тағымай бізге келеді айтады, мен бойымдағы талантым тек қана бір әшейін ақша тауып, бір 2-3 мұрынбоқ баланы өсірумен қор болып бара жатыр. Мен өзімнің өмірімді осы отбасы хрестоматиясына салып, осы қоғамды ағарту деген ұлы мәнге мен де өмірімді арнап, мен де үлес қосалам ба дейді. Ойбай қосаласын дейді. Енді сен қызықты қара. Мысалға, ол Арман бір интеллектуал емес. Ол бір алып бара жатқан бір әулие емес. Оның тіпті менің онымен саяси көзқарастарымыз сәйкес келмейді да. Көп мәселеде мен оған замечание жасап ұрысып тастаймын мысалға. Арман қойшы болмайтын нәрсенде. Бірақ көрдің субъектігі сол. Яғни ол өзінің тарапынан келіп кірді ана жаққа. Енді Арман келіп еді, рахат болды да болды. Ана экософияны көрдің бе, қалай жасаған? Көрдім, аға. Сол. Бір ғана Арманның миынан шыққан дизайн анау. Көрдің, ол субъект. Ал енді Арманның ол жасайтын жұмысын Айбек қайтып жасайды, Сәкен қайтып жасайды, мен қайтып жасаймын. Соттың зорға шұқылап үйреніп отырған бала шағамнан. Мұхит қалай жасайды оны? Ол қақпайды ғой, азынан кешке дейін ол жаңағы хард дисктің қызметін атқарып отырған ғалым мысалға. Келді, Арманға қосылды, екінші тынысы ашылды да кетті. Көрдің, барлық субъект, әркім субъективті түрде бұрыштан кіріп жатыр. Бірақ қайға кіріп баратсыңдар? Сендердің интенциональность, ниеттерің, алған бағыттарың,
мұраттарың қайға қарай бағытталған бұл өзі деген сұраққа бәрі айтады. Мен үшін осы большевиктер жойған құндылықтарды қайтарып, сосын халықтың көкірегіне бұның дәнін қайтадан сепсек, мына түпсаналары әбден әлсіреп, уже личность ретінде жойылуға айналған қазақ этнос қайтадан тіріліп, гүрілдеп, есін жинап алып, содан кейін, ойпырмай, мына кітаптың дизайнын кім жасаған Ай, өлтірген екен кім жасаса да. Мынаның текстін кім редакция жасаған Малал, мына қиссаны кім тапқан сөйтіп, ана көрермендер мақтап отклик береді ғой. Сол кезде барып олар мәннің кайфіне бөлінеді. Енді оның сол субъективті әр адамның жасаған жұмысының ең соңғы объективті көрінісін көргің келсе, сол кітаптардың тұсауын кесетін сен іс-шараға қатыс. Сол жерде көресің. Яғни әрбір адам жеке жұмыс істеді. Тұсаукесерге 150-200-ге дейін адам жиналады. Келеді тағыны бәрі бір атмосфераға сіңіп кеткен кезде бол бітті. Өрді объективизм. Мәннің аурасы, бәрі бір мәнді, мағыналы, бір өнегелі бір өмірдің ішіне кіріп кетеді тағыны, сол жерден тарағысы келмейді, шыққысы келмейді, сол жерде бір-бірімен суретке түсіп, сол тортпен шай ішіп, сол жерде 4 сағат, 5 сағат рахаттанып жүреді. Міне өмір деген сондай жеке адамдардан құрылады да, ең соңында ортақ бір сәулені жарқ еткізіп жағады, бүкіл қоғам ақ деп есін танады. Ой, рахмет аға. Енді аға Фройд өзінің жазбасында тіршілікте мықты бір идея болмаса, адамның тағдыры теңселіп тұрады деп айтады. Яғни өмірде мән таппаған адамдар өзіне жалған мән жасап ала ма? Мысалы, мемлекетке ортақ болуы мүмкін, стратегиялық, мәңгілік ел сияқты идеяларды. Енді бұл жерде мынандай нәрсені қояйық. Елдің бәрі алтимит мининға тартыла алмайды. Яғни елдің бәрі әулие, елдің бәрі суфи, елдің бәрі шәкәрім, елдің бәрі Қожа Ахмет Яссауи бола алмайды. Оны мойындау керек. Екінің бірі, ондай жаңағы, даже екінің бірі, мен де жаңағы большевиктерден кек аламын, мен де қоғамды ағартамын дей алмауы мүмкін. Бірақ әр адам өзінің онда ситуативті құндылықтарымен кетеді. Яғни, бұл жерде ситуативті құндылықтар деген сөз, әр адамның өмірінде күніге ситуация мынандай бөлшек, кольцо, мынандай тізбек бір-біріне жалған келіп жатыр. Енді ситуативті құндылықтар деген бір адам үлкен бір командаға кірмесе де өзінің күнделікті өмірінде кездесіп қалған кезінде сол ситуацияға байланысты өзінің ар ұятын пайдаланып отыра береді ана жерде. Ал енді бұл жерде жаңағыдай нәрседен сақ болу керек. Мысалға, мәңгілік ел, анау деген сияқты. Сәл бұның бір қауіпті жері бар. Себебі сен бір осы дүниеге қатысты, осы дүниенің шеңберінде, осы дүниенің ішінде бітіп қалатын бір идеяны, осы менің өмірімнің мәні деп соған бүкіл өміріңді салып келіп жіберетін болсаң, қартайған кезіңде сен пенсияға шыққаннан кейін сені адамдар іздемейтін болса, сен депрессияға түсіп өліп қалуың мүмкін. Себебі осындай адамдар көп болған. Қазақстанда әлі де көп. Мысалға, мына білім беру жүйесінде әсіресе салынып жұмыс істейді дағыны, жаңағыдай атақтар, грамоталар алып жүре береді, мектепте директор болады. Бірақ өзінің ішкі әлеміндегі болып жатқан жаңағы феномендерді созерцать етіп отырып, ашуға жауап беруге мүмкіндігі жоқ. Жаңағыдай, мен көппен бірге келе жатырмын деп жүрет дағыны, бір күні пенсияға шыққан кезінде сарт етіп кесіліп қалады. Яғни, ол адам дұрыс, мен қоғамға қызмет еттім, оқу-ағарту саласына біраз еңбек еттім. Бірақ қалай болғанда да тәңірлік әлемдегі бір тылсым, бір ғайыпта тұрған бір ұлы, бір құдіретті бір күшпен де байланыс орнатуым керек еді, онымен де тілдесуім керек еді, оған да бір уақыт беруім керек еді деп өкініп қалатын жері бар. Сондықтан жаңағыдай идеяларға бүкіл өміріңді сала беру деген апасына. Бірақ енді қазір Қазақстанда көп қазақтарға, Қазақстанда қазақ тілді населениенің 80%-не бір ортақ бір мән бар деп есептейтін болсақ, егер дінге араласпай, дінсіз жасайтын болсақ, онда ол қазақ тілі деген мәселе тұр. Қазақ тілінің күшеюіне атсалса берсек, осыны бір мемлекеттік ұлттық деңгейде, кәдімгі орыс тілінің ықпалын ығыстырып шығаратындай деңгейге дейін
алып баруға атсалыссақ, және соның жолында біздің саяси діни көзқарастарымыз сәйкес келмесе де осы қазақ тілінің күшею үшін біріге беретін болсақ, бұл бізге бір ортақ мән болады десе, онда бұған сәл келісуге болады да бұл жерде. Себебі тілді сақтап қалған кезінде қаншама адам неврозынан айығады, қаншама адам тіреліп тұрған кедергілерді шашып жібереді, және олардың рухани құндылықтарды ата бабасынан қалған ана тілінде қолдануға деген мүмкіндіктері де ашылып кетеді. Сондықтан мен дінге өмірімді арнай алмаймын, мен түсінбеймін мен дін дегенді. Вообще дін деген опасно, қауіпті. Менің Бәленбай Түгенбай деген інімнің балдары дінмен айналсам деп ақырында Сириядан бір ашықтық құрып кетсін дейтін болса, ол темаға мен кіре алмаймын, қорқамын дейтін болса, онда ең құрғанда осындай бір нәрселерге мен айналысады. Яғни елдің тыныштығы, мемлекеттің ұлттық мемлекетке айналуы, қазақ тілінің мемлекеттік тілге айналуы деген сияқты мәселелерде бірігіп соның жолында күресе берсе, бүкіл мемлекетке ортақ бір мән пайда болады. Ал аға, сол мән деген адамнан адамға немесе атадан балаға бір уақыттан уақытқа байланысты бір күннен бір күнге өзгеріп отыруы мүмкін бе мәннің? Енді бұл жерде теория ретінде адамдар енді мынау абстракт нәрсені ала алмайды ғой, қиын ғой енді. Елдің бәрі мындай дерексіз нәрселерді ойлай алатын күші жоқ қой. Сондықтан сен қанша жерден оған өмірдің мәнін философиямен түсіндірудін деп өзіңше тырыссаң да, оқу тоқуы бар, біраз философиядан хабар бар, біраз осыны шұқылаған, осыны қызықтаған адамдар белгілі бір дәрежеге дейін түсінеді тағына, сосын мынандай сәл орта оқу оқыған адамдарға қиналып қалады. Сосын олар тұрады айтады, Шанжархан, ана философияңнан шаршап кеттім, ана қиссамен не ана оңай түсіндіретін бояды, соны айта салшы дейді. Сосын сен амалдың жоғынан мән жалпы адам баласына ортақ деген түсіндіру үшін амалдың жоғынан қисса қолданасың. Сөйтіп тағына жалпы адам баласыны жаратылмастан бұрын оның мойнына бір мәнді арқалап жүру объективті бір мән жүктелген ба деп сұрайсың. Жүктелген дейді. Қисса айтып жатыр оны, Құран айтып жатыр. Не дейді? Ол аманат дейді. Яғни бүкіл таутастың бәрін жинап алып тағына мен бір аманат жаратамын, яғни бір бәріңе ортақ бір мән жаратамын, соны арқалайсыңдар ма? Бірақ айтпады демеңдер, ақиретте тексерем, егер ол шашылып төгіліп ұрланып жырланатын болса, көздеріңді оям дейді. Тау, тас, аспан, жер бәрі оның жауапкершілігінен қорқып қашып кетті дейді, құрсын ертең жауап беретін жағдай жоқ деп. Адам ғана өзі надан болса да, бірақ ғашық еді ол Құдайға дейді. Құдайдың дидарын көрмесе тұра алмайтын еді. Бана интенциональностьқа қайтып келдік. Ода интенциональность бар еді, Құдайдың дидарына деген направленность бар еді. Сол интенциональностьпен ғашық болып тұрттағаны мен алам ол мәнді деп айтты. Ол аманатты мен арқалап жүрем осы дүниенің ішінде. Ұрлатпаймын. Бірақ білмейді оның не екенін. Сосын жарайды, келістік па, келістік. Болды, емен ағаштың иілген сынған, ер жігіттің екі сөйлеген өлгені. Енді тапсырам. Не ол? Мен не арқалауым керек? Деп еді, Тәңір Тағала өзінің құдіретті қолыменен оған мейірім шафағатты көрсетті дейді. Сөйтті дағына, мынау мейірім шафағат, мынаны қазір жүрегімнің ішіне жайғастырамын. Ертең дүния сахнасы құрылады, тіршілігіңді бастайсың. Сол кезде мына аманат, мына мән сенің жүрегіңде тұрғанда, айналаңдағы жанды жансыз, таутас, жан жануар, орман ағаш бәріне елжіреп, сен тұру керек. Жүрегің осы аманаттың шарафатынан 24 сағат самаурын сияқты ысып тұратын болсын. Ертең ақиретте ашып көремін. Егер жүрегіңдегі осы шафағат ұрланып, жүрегің қатаятын болса, сосын екі көзіңді оям мен сенің дейді. Содан тұрақтағына адам өзі қорқып кетіп, енді аларын алып қойып, кері қайталмайды. Не істейді енді? Жақсы, енді мен бұл аманатты жүрегімнен ұрлатпас үшін, бұл мәнді беріп қоймас үшін жан алысып жан берсем, бірақ маған бір қосымша қолдау, көмек, жәрдем бола ма деп айтты дейді. Жақсы, мен саған онда екі түрлі поддержка берем дейді. Құдай айтады. Біреуі қысылғанда мені есіңе ал дейді. Яғни зікір айту, Құдай мен зікір қыл дейді. Сол кезде мен де сені зікір қыламын. Енді бұл Құран аяттары жаңа, мен еске алсаң, мен де сені еске аламын деген алып келіп тұр енді қисса. Екінші дейді, мына мен саған бір подсказка берейін дейді, адамға айтады. Мына
жүрек неден қатаяды, жүректің ішіндегі мейірім шафағат қалай білінбей шығып кетеді, білесің ба дейді. Иә десе, біріншісі әуретті жеріңді жабық ұста, яғни ашық-шашық жүрме дейді, анаған адамға айтады. Екіншісі, мен арам деп тапқан тамақты, сусынды аузыңа алмайсың, жемейсің. Үшіншісі, ең қауіптісі дейді, бос сөз, бос әңгіме, мағынасыз сұхбатқа кірмейсің дейді. Себебі мына тіл деген өте қауіпті дейді. Бұл бос сөз, бос әңгіме, мағынасыз әшейін ләкілдеп сөйлей беретін болса, жүрегіңдегі мейірім шафағаттың қалай шығып кеткенін сен білмей қаласың дейді. Сондықтан тіл ең қауіпті қару болғандықтан мен оны 3 қамалдың түбіне жасырдым. 2 жақ, 2 ерін, 32 тіс. Осы 3 қамалды бұл егер бұзып өтіп бос сөз сөйлейтін болса, онда бітті шаруаң дейді. Сондықтан осы үшеуіне еге бол дейді, тағыны жібер дейді. Міне енді объективті жалпы адам баласына, жер шарындағы 7 миллиард адам баласына ортақ мәнді ұстадық. Кез келген жерде, кез келген адам жүрегінде бір-біріне жаны ашып елжіреп тұратын мейірім шафағат деген нәрсені ұстап тұруға міндетті болды. Енді бұл қисса осылай модель қойды, маяк қойды. Бірақ сенен өмірге араласқан кезіңде осы нәрсе бір режимде тұрмайды. Ол түрлі ситуацияларға түседі тағыны, шашылып кетеді тағыны, ол әр жерден әртүрлі көрініс бере береді. Біресе былай шығады, біресе былай шығады. Енді қызықты қара, мысал береді. Элизабет Лукас айтады, мына біздің Венада, поликлиниканың жанында инсульт алған аурулар бар дейді. Олар инсульт алады тағыны, сосын бізге емделгеннен кейін оларды көбірек қимылда деп сөйерде ары-бері жүргізеді дейді. Соның магазинінде әртүрлі продуктілер, азық-түлік сатылады. Соның ішіне кірген кезінде кейбір шал кемпірлер анау жоғарғы полкада тұрған шайды я печеньені ала алмай бүйтіп қиналып орындарынан тұра алмай тұрады дейді. Сол жерде өмірдің мәні өзгеріп кетеді дейді. Қалай? Яғни қарияға көмектес, қарияны қинама, оның қол жетпей тұрған затын алып бер ғой негізінде енді мән. Сол жерде ар ұят сенен мейірім шафағат соны талап етіп тұр ғой енді жүрегіңдегі. Жоқ дейді, Лукас айтады. Как раз таки енді әпермейсің анаған дейді. Неге дейді? Себебі олар, ана инсульт алған адамдар, миларындағы ана қимыл қозғалысқа жауап беретін нейрондар тезірек шынығып, жаттығып, ширап қайтып қалпына келу үшін, ол жүру керек, өзін-өз қинау керек, орнынан тұру керек, тартылып, анау тұрған шайды өзі алу керек дейді. Егер сен анаға шайды алып беретін болсаң, оның нейрондар істемей, ол тағы да паралич өліп қалады дейді. Көрдің? Енді тағы бір мысал қазақшасын ал. Ата-ана ретінде, мысалға мен 7 балам бар. Бала-шағама қамқор болуым керек. Әке, не сұрайды, әперуім керек. Жылы жер жасауым керек. Сабақ, ойбай, карандашым, сумкам, пәлен, түген, жоқ, анау керек. Мә, ақша, ойбай, жинап жатыр, мә. Солай ғой енді. Әке шеше баланың оқу тоқуынан, өсуінен, өнуінен ақшаны аямау керек. Бәрін салуым керексің. Бірақ жасы сенің 23-ке келген, университетті бітіріп, диплом алған балаңды да солай өбектей берші. Тағы да сен соның аузына сөйтіп кашысын сала берші. Оның да аты бар өзінің ғылымда. Қауіпті қамқорлық дейді. Қауіпті қамқорлық деген сөз, енді сен өзіңнің балаңды өлтіріп қоясың деген сөз. Көрдің ба? Ситуация ауысып кетті. Бұған дейін балаңа қамқорлық бәрін әперіп келе жатсаң, енді вообще ештеңе әперме. Пускай өзі жұмыс істеп, ақша тауып, ақшаның қандай қиын жолмен келетінін, сен $100 табу үшін қандай от пен судан өту керек екенін енді шкураңмен сезінуің керек болады. Тағы бір мысал берейін ба? Беріңіз аға, айтыңыз. Мысалға, сен ходунокты білесің ғой, кішкентай балдарға кигізетін. Соны неше айлығында кигізеді? 8 айлығында кигізеді. Не үшін? Баланың аяғы тез шығып кетсін дейді. Бұл жерде мән, ананы кигіздің мәні не? Не үшін ол ходунокқа отырғызылды? Аяғы тез шығу үшін, жүру үшін. Баланың жасы 11 айға келгенде табиғи жолмен аяғы шығады. Солай ғой? Иә. Енді ана ходунокты алмасаң, бала мүгедек болып қалады. Енді ананы алуың керексің. Енді ходунокты құртпасаң, балаң инвалид болады. Көрдің? Мән деген қандай? Біресе былай рөл ойнайды, біресе былай рөл ойнайды. Сондықтан, бірақ оның сен ходунокты кигізсең де, ходунокты алып тастасаң да, екеуінде де бірақ мән тұр. Баланың аяғын шығару деген.
Көрдің ба? Бірақ біреуінде былай келді, біреуінде былай келді. Балаңды сауатты қылу, балаңды өмірге бейімді қылу, балаңды өмірге төзімді қылып өсіру деген бір мән. Солай ғой енді. Енді соны балаңды өмірге бейімді қылу үшін қамқор болдық басында. Сұрағанын бәрін бердік. Егер сұрағанын әпермесең, ол надан болып, қолынан түк келмейді дағыны мойныңа отырады одан кейін. Енді жасы 23-ке келіп, керісінше болып кетті. Балаң өмірге төзімді болу үшін қамқор болмауың керек. Осы. Үнемі өмір деген осындай. Біресе былай кеп тұрады, біресе былай кеп тұрады, біресе былай кеп тұрады, біресе былай кеп тұрады. Яғни адамның ар ұяты, адамның ақыл ой сана сезімі, адамның жүрегі қай кезде мәнді қалай қолдану керек екенін өзінің ішінде ешқандай сырттың көмегінсіз ақ өз сезіп тұратын автоматты режимде жұмыс істейтін жасап қойған. Сондықтан да дінде үйрететін себебі сол. Бар күшіңді жүректің ішіндегі микросхемаларды құртып талқандап жіберетін, мәнді көрсетпей қоятын, көңілге жабысқан қара күйені құрт деп айтатын себебі сол. Құранда да солай келеді. Кәллә бәл рана аля құлубихи ма кану яксибун дейді. Яғни олар иткәсіппен, арамтірлікпен көп айналыстыдағыны олардың көңіл көздерінің бәрін күйе басып кетті дейді. Яғни ішінің бәрін күйе басқаннан кейін болды. Ситуацияда мән қалай тұр, ол кезде адам қалай қимылдау керек екенін шынымен де көрмейді. Сондықтан жүрегіңді таза ұста деген моральға келеміз амалдың жоғынан. Бітті бұл әңгіме. Жақсы аға, жекелей тұлға, атақты адам немесе әнші тұлғалар жалпы қоғам үшін, адам үшін мән бола ала ма? Әсіресе жастардың арасында көп кездеседі осы нәрсе. Енді бұған логотерапияда Франклда жауап берген. Енді бұл жерде мән бітіре ала ма? Сәл нәзіктеу нәрседе бұны бір оларға дух беріп тұра ма деген сияқты келу керек шығар, бір идеал керек па деген сияқты. Енді бұған Франкл точно айтты. Енді қоғамда шынымен де жарқырап, жайнап, жанып, өзін-өзі ашқан, болмыс ретінде өзін жандай раскрывать еткен, қызғалдақ сияқты, гүл сияқты ашылған субъектілер, тұлғалар, идеалдар болмайтын болса, шынымен де қоғамнан мән кетеді дейді. Яғни сен былай айтуыңа болады да, мен қазір Қазақстанда туғаныма ырзамын. Мен вообще өкінбеймін Қазақстанда жүргеніме. Дұрыс, коррупция, сайлау жоқ, анау, мынау, авторитаризм, оқу жүйесінің бәрі, бюрократия, студенттер ректорларды сайлай алмайды, бізді сайлауға өз еркімізбен қатыстырмайды деген сияқты негативтер болып тұрса да, сен осыға қарамастан Торғын Қалелова сияқты жазушы өмір сүріп жатқан мемлекетте, я болмаса Абзал Құспан сияқты Жаңаөзендегі мұнайшыларды ақысыз тегін қорғайтын адвокаттар өмір сүріп жатқан Қазақстанда өмір сүру мен үшін мәртебе деп айтсаң жарасады. Себебі кітабында жазады ғой, ана ежелгі Грецияның қоғамына өзі мән бітіріп тұрған сол ойшылдары ғой дейді ғой. Яғни сол заманда өмір сүрген адамдар, мен дым бітірген жоқпын, мен Сократ сияқты ақиқаттың жолында уышып өлген жоқпын, мен Платон сияқты академия ашқан жоқпын. Бірақ Сократ, Платон сияқты адамдармен замандас болған бізде не арман бар деп айту мүмкінді ол адам. Сондықтан сен өзің сондай Қазақстанда өмір сүргенім өкінбеймін. Қазақстанда себеп мынадай адамдар бұл қоғамға мәнді артып тұр дейтін біреулерді тапсаң тауып ал. Таба алмасаң, өзіңе сондай міндет аласың. Сенің өкшеңді басып өсіп келе жатқан қыздар ертең жемпиға түсетін. Мен Қазақстанда оқығаныма, туғаныма өкінбеймін. Мен жемпиға түскеніме өкінбеймін. Себебі бұл университеттің баспалдақтарында Балнұр Заманхан қызы бұл жерде оқыған. Біз
балнұрмен бір заманда бір мемлекетте өмір сүрдік деп, сенің атыңды атаған кезде арқалары қозып кететін сондай адамға сен өзің айналуың керексің. Ой, рахмет аға. Сол міне, анау бір ғана мысал айта салайын енді. Ана Франкл үйінде түнгі сағат 3-те жатса, бір әйел звондайды дейді ғой. Ей, сен ба жағы суицидті жеңгіш врач деп. Иә десе, мен мына өмірден мән таппадым, мен түңілдім мен. Ары қарап өмір сүрудің мәні жоқ маған. Мен қазір өлем 5-10 минуттан кейін дәрімді ішіп, венамды кесіп кетейін деп жатырмын. Не дейсің дейді ғой. Содан Франкл пақыр бүкіл философиясын жұмсайды ғой. Түнгі сағат 3-те тұрып алып. Өмір деген андай, өмір деген мындай, бұның қадірін білу керек, Құдай бізді өйтіп жаратты, бәлем бәшін жағы, діні бар ма, уағызы, философиясы, дәлелі не? Біреу өтпеді дейді ғой, ана әйел күліп, издеваться етіп отырды дейді. Содан оны бетін қайтара алмады дейді, Франкл айтты дейді, түнгі сағат 3 шаршап отырмын, ұйқы қысып деп айтты дейді. Сен давай былай қыл деп айтты дейді. Енді өлем десең өле бересің ғой енді, бірақ бір күнге шегеш деп айтты дейді суицидті. Ертең азанда 9-да кабинетке кеш, мен ұйықтап алайын, мен сенімен свежий баспен сөйлесем деп айтты дейді. Жақсы деп айтты дейді, онда бір күнге созамын. Бірақ айтпады деме, егер сенің ана философияң, логотерапияң мені көзқарасын өзгерте алмаса, мен өзімді өлтірем деп айтты дейді. Жақсы, күтем ертең, 9-да ровно кел деп айтты дейді. Содан ертеңіне Франкл жуынып, шайынып, сағат 9-да ақ қалатын киіп, кабинетінде күтіп отырса дейді, бір қатын келе жатыр дейді, тақ-тұқ, тақ-тұқ, тақ-тұқ етіп жағы, туфлимен осы полды жарып жіберетін дейді. Содан кабинетін ашып, сен ба кешегі менімен сөйлескен Франкл де, мен деп айтты. Уайымдамай-ақ қой, мен өлмейтін болдым, өмір сүремін мен деп айтты. Өмірге құштарлығым оянып кетті мен деп. О, деп Франкл, тоқта, сен қуанба. Сен ойлама, ана логотерапияның философиясы до того күшті, соның күшіменен мен бұны алып қалдым деп. Мен просто кеше трубканы қойғаннан кейін ойландым. Бұл түнгі сағат 3-те проблемаңды айтып звондағанда, сенің проблемаңа, қайғыңа қайғырып, сенмен бірге жасасып, сенің мына басыңнан өтіп отқан оқиғаларды бөлісуге даяр, түнгі сағат 3-те ұйқысынан тұратын, мына Франкл сияқты адамдар бар болатын болса, онда бұл өмірді сүру керек, мынандай адамдар бар, қаладан қоғамдан мен не үшін кетем деп айтты дейді. Сондықтан, сол сен түнде оянғаның үшін ғана соған ырза болып қалдым мен бұл өмірде деп айтты дейді. Соны Франкл түйіндейді. Көрдің ба дейді. Барлық кезде ғылым, барлық кезде философия, барлық кезде діни уағыз адамды құтқара алмайды. Бұл жолы ситуациядан адамшылық өлермендік қана құтқарып қалды. Болды бітті. Сондықтан әмәнда осындай жанын суырып беретін адамдар қоғамда бар болса, шынымен де қоғамның барлық тарафына бір дух, ортақ бір рух па, жігер ма тарап тұратыны рас. Оны мойындау керек. Сондықтан мен өзімде қазір Қазақстанда бір батыр шықса, бір саяси лидер шықса, біреу қорықпай батыл пікірін білдіріп жүрсе, қуанып кетем бар ғой. Себебі соның батырлығы, соның қорықпай пікірін ашық айтып білдіріп отырғаны, сол маған кәдімгідей дух беріп тұрады. Болды ма? Жақсы. Рахмет, түсіндім аға. Аға, кішкене уақытыңыз болса, комментарийді қосып, жаңа мен комментарийді өшіріп тастап едім. Көрермендеріміздің көкейіндеткен сұрақтар болса, жауап бере аласыз ба? Жарайды, қос енді көрейік не болады екен. Шамамыз жетсе айтамыз, шамамыз жетпесе шамамыз жетпейді дейміз. Ал комментарийді қос көрейік. Бұлардың, мына сіздің 232 адамыңыз мына жерде отырған, бәрі біздің логотерапияның ескі мұхлистары ғой, фанаттары. Күніңізді жоспарлайсыз ба дейді, маған жоспарлай алмаймын мен. Мен өмірім ешқандай жоспарға сыймайды. Қалай келеді, солай кетеді. Жалпы логотерапиямен айналысқан адам бәрінде сондай болады деп ойлаймын. Мен түгіл Виктор Франклдың өмірі жоспарланбапты ғой.
Сіздің эфиріңізден барлық аға кайфстап отыр ғой. Ана кетті. Өтірік туралы не айтасыз деген бір сұрақ. Өтірік туралы не айтасыз дейді. Бұл Балнұр, адамдардың бәрінің жіберетін типичный қателігі. Адам өмірді шындық үшін өмір сүреді деген кезде тұзаққа түседі. Ал логотерапия дәл қояды. Адам мән мағына үшін өмір сүреді деп айтады. Өнеге үшін өмір сүреді дейді. Яғни ситуацияға тап болған кезіңде сол ситуацияда тұрған мәнді сен сақтап, қорғап, игеріп қалу үшін өтірікті де қару қолдана аласың дейді. Шындықты да қару қолдана аласың дейді. Енді оның өмірдегі көрінісі қандай дейді? Виктор Франкл айтады. Біз врачтар дейді, көбіне мына пациенттерді өтіріктің арқасында ғана аман алып қаламыз дейді. Давлениесі көтеріліп кеткен адам келеді, көз бадырайды. Сосын келесің дағы давлениесін өлшейсің дейді. Сосын ол тұрады дағы қанша деп жаны қалмай кетеді дейді. А мен оны өтірік айтамын дейді. Яғни сізде қан қысымы нормальный, сізде ондай инфаркт жоқ, рабочий, 120/80 деп мен өтірік айтамын дейді. Сол кезде оның ойбай, мен микроинсульт алады екен деп жаным қалмады дейді дағыны. Жұбанған кезінде ананың қан қысымы түседі дағыны, орнына келеді дейді, рабочийға. Сол кезде мен тұрам дағыны, енді шындықты көрсетемін дейді. Сен не, маған сенбей өтсін ба? Мә сенбесең өзің көр деймін дағыны, қайтадан көрсетемін дейді. Енді шынымен де 120/80 рабочийді көрсетеді. Яғни алдыңға айтқан өтірік енді шындыққа айналады дейді. Сондықтан мына адамдарды жарастырған кезде, адамдардың арасына ынтымақ қылған кезде, адамдардың арасына іріткі түспес үшін сен үнемі ол адам істемесе де, соны істеді деп мақтай бересің. Түсінесіз? Сондықтан шындықтың фанаты болмаңдар деп айтатын себебі сол. Сосын егер біздің мына мал табатын еркектердің бәрі егер тапқан ақшасын қаяққа жұмсаған әйеліне тек шындығын айта беретін болса, бірде-бір ажыраспаған семья қалмайды. Себебі еркектердің өздерінің сондай непредвиденный расходтары болады, соған жаратады. Қазір тағы қандай сұрақтарымыз бар екен сізді көрген бүгін көрермендеріміз? Иә, қойып отыр ғой. Бұрын әулие әмбиелер көп шыққан дейді аға, ал қазіргілерден неге шықпайды дейді. Оны енді енді бей дейді, бүгін бұрын әулие әмбиелер көп шыққан, қазірлерде неге шықпайды дейді. Біріншіден әмбиені Құдай шығармайды. Әмбие деген пайғамбар деген сөз. Себебі оны Құранда конкретно жазады. Болды енді Мұхаммед пайғамбар менен пайғамбарлардың тізбегін осыменен мөрлеймін. Бұдан кейін ешқандай әмбие келмейді дейді, жауап тастайды. Ал енді әулиелер бар ма, жоқ па басқа әлемде, мен оны білмеймін. Ал енді Қазақстанда неге әулие жоқ дейтін болса, себебі әулиені дайындап шығаратын завод фабриканы Сталин қиратып тастаған. Олар бұрын ілім ошақтарында оны дайындайтын. Яғни әулиені өндіретін өзінің фабрикасы болады. Яғни оқу орны болады. Оны қай жерде дайындайды? О, Ташкентте дайындайтын, Бұхарада дайындайтын, Қарнақта дайындайтын, Түркістанда дайындайтын, сосын Маңғыстауда дайындайтын, о, Қызылорда сыр бойындағы мешіттерде дайындайтын. Ол кезде олар кәдімгідей соның жолына түседі, өмірлерін арнайды. Ол өте қиын, ұйқыдан қағылып отырады. Қазір адамдардың бәрі мектепте оқиды, университетте оқиды. Бұл мектеп, университет деген нәрсе, ол сенің әулиелерді дайындап шығаратын оқу программаңа өлсе көнбепті да, екеуі бір-біріне кереғар. Екеуінің программасы вообще сәйкес келмейді. Ал енді таза сен дін оқитын орталықтар бар ғой, мен енді сөрге барып оқысам әулие болам ба дейін десең, оның тілін білетін духовный наставник, настоящий жүрек көзі ашылған мастер жоқ. А ол мастерлер білесіңдер ма қандай болатын? Мен сендерге айтайын, мен көрген бір мастер. Сен оның қасында 3 күнде жүре алмайсың. Неге? Себебі олар түнгі сағат 3-тен кейін ұйықтамайды. 3:30-да 4-те тұрып алады. Таңғы сағат 5-6-ға дейін тоқтамай ұйықтамай зікір айтады. Шыдай алмайды ол.
бәрі қашып кетеді ана жерде. Қасында 3 күн жүрші. Ал одан кейін оның орнына дүниенің ғылымы шықты. Дүниенің ғылымы деген рахат, ұйықта, қыдыр, қаңғы, просто библиотекаға барып, жақсы оқып, текст жазуды үйреніп алып, сосын бір магистратураны бітіріп алып, сосын бір PhD-ді шетелге барып оқып келіп, я Қазақстанда бітіріп алып, PhD диплом алып алатын болсаң, елдің бәрі сені ғалым деп ойлайды, адамдар соған жүре береді. Так что әулие дайындап шығаратын школа ол пайда болу керек, ал школа пайда болу үшін Қазақстан авторитарлы режимнен кету керек. Яғни діни орталықтарды мемлекет басқармау керек, өзіне тәуелді қылмау керек, өз алдына бөлек дербес жіберу керек. А бізде олай емес қой, бәрін бақылауда ғой. Так, шәкәрімнің 3 анығы қазіргі заманда несімен өзекті дейді. Енді 3 анығына қатысты білмеймін мен, енді бір шәкәрімнің өзі соған бір довольный деп айта алмаймын. Кітапты так. Санжар аға қазір қатып қалды бізде эфирде. Мүлде. Жақсы. Сіздерге көп рахмет бүгінгі эфирге. Санжар ағаны міндетті түрде тағы шақырамыз. Жақсы, сау болыңыздар.